Мен онымен дискотека өтетін кафенің барында таныстым. Ол бір аптадан соң біздің бөлмеге бас сұқты. Келісті де келбетті жігіт, бөлмедегі қыздардың есін шығарып жібергендей, бір уақытта оның көзі төсектің бірінің үстінде тұрған гитараға түсті. «Мынау кімдікі?» деп сұрады. Ақыры ол да өзге жігіттер секілді қасымдағы шелектің қызының арбауына түсті. Ол бөлмемізге келуін желете бастады. Маған келіп жүрген секілді ойын ойнайды, бірақ бар көңілі әнші құрбымда. Мені құшақтап, әңгіме айтқан болады. Ондағы ойы құрбымның қызғанышын ояту, сөйтіп өзіне деген сүйіспеншілігін арттыру. Ақымақ емеспін ғой, оның барлығын жақсы білем, бірақ сезім алдында дәрменсізбін. Сондықтан бұл ойынның бір бөлшегі болудан бас тартпадым. Одан үмітімді еш үзгім келмеді. Күндердің күні екеуі қол ұстасып менің алдыма келді. Бір-бірін сүйіп қалғандарын айтып, менен кешірім сұрады. Мұны өз құлағыммен естіп, көзбен көрген бір басқа екен. Кеудені керген өкініштен өкіріп, жылап қоя бердім. Негізі, осымен барлығы аяқталуы тиіс еді, алайда менің мүшкіл халім оның аянышын туғызған секілді. Сол кезде маған осындай осал сәттерді неге пайдаланбасқа деген ой келді. Не керек? Түрлі себеппен оны шақырып алатын болдым. Құрбым ауылға тұрмысқа шығатын жеткізуге кеткен сәтті текке жібермедім. Жалғыз қорқатынымды айтып, оны бөлмеге шақырып алдым. Сол түнді бірге өткіздік. Менің пәк боп шыққаным оны қатты таңғалдырды. Неге таңғалды? Кейін білдім. Қасымдағы құрбым ол жағынан жырда екен. Бірақ құрбымның бұл кемшілігі, менің бұл артықшылығым оны тоқтатпады. Олар бас қосып отау құрды. Тойда мен қыз жолдас болдым. Сырықтай ұзын, шитік шекіл сары күйеу жолдас емеурін білдіргендей болды. Ішім астан кестен шыққан маған сол сәтте бәрі бір еді. Алдыма келген бокалды жібермей сілтей бердім. Кезекті бір бокалды көтергелі жатқан қолымды қарс ұстаған қалыңдықтың күйеуі мені шеткер жаққа алып шықты. Болды, жетер енді дейді. Менің басым бос. Енді не істем десем де өзім білем деп қойдым оған. Ашуланып, тістеніп, құлағыма жақындай сөйлеген ол, сенің басың бос емес, сен мендіксің деді. Басында абдырап қалдым, өйткені мұндайды одан күткенім жоқ. Одан кейін тоқтай алмай қарқылдап күле бастадым. Бірақ бұл арада күлкілі түк жоқ еді, шындығы солай еді. Мен оныкі болғанмын, әлі де оныкімін. Үйленіп жатса да, одан бас тартпақ ойым жоқ. Сонда маған не істеу керек? Оның жауабын өз айтты. Ол маған жиі келіп тұруға уәде етті. Мен оған үнсіз келістім. Содан бері 20 жылға уақыт өтті. Қазір оның жекеменшік клиникасы бар. Екі отбасыны асырауға тапқан табысы артығымен жететін сияқты. Маған қала ортасынан бір бөлмелі пәтер алып берді. Барлық іс-қимылым бақылауда. Ол сондай қызғаншақ. Бірақ оның көзіне шөп салу менің өңім түгілі түсіме де кірмейді. Бірде Түркияға, тағы бірде Каирға демалуға бардық. Барлығымыз, яғни оның әйелі, бала шағасы және мен. Құрбымның қуыстанып, қатты қиналдым. Демалған құрлы болмадым. Ақыры шыдамай құрбыма, менен күйеуін қызғанбайсың ба? Біртүрлі болып жүрмін, сендермен ілесіп алғаныма
деп қойдым. Сөйтсем ол күліп, басқа, бірақ сенен қызғанбаймын деді. Я, ол құрбымның баршамен мойындалған ресми күйеуі, ал менің баршадан жасырын махаббатым. Құрбымның 2 ұлы, 1 қызы бар, ал менің 1 қызым бар. Оның тұңғышы институтта оқиды. Менің қызым болса, енді тілі шығып келеді. Ол кейіннен дүниеге келді. Әкесінен аумайды. Әкесі де қызы десе ішкен асын жерге қояды. Оны папа деп жүр. Қызым өскен сайын менен мазақ аша бастады. Өйткені құрбыммен араласып тұрамыз. Өткенде балаларды қыдыртуға барлығымызды отағасы бірге алып шықты. Ал құрбыма жұмыстағы бір көңілдесімнен өзім үшін туып алдым деп кезінде сұрақтарғанмын. Ол оған сенді. Үйді де сол көңілдесім әперуге көмектесті деген. Осы бір ой соңғы кездері маған маза бермей жүр. Мен өзім үшін емес, қызым үшін алаңмын. Кейде осы қаладан көшіп кетсем бе деймін. Бірақ ол мені жібермейді. Ал әйтпесе, ұзақ жыл сақтаған құпиямыздың ашылып қалатын түрі бар. Қатты қиналып жүрмін.